Сабақтың тақырыбы бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. Сабақтың мақсаты kx үлкен b-дан, kx үлкен немесе тең b-дан, kx кіші b-дан, kx кіші немесе тең b-дан түріндегі сызықтық теңсіздіктерді шешу. ax үлкен b-дан, ax кіші b-дан, ax үлкен немесе тең b-дан, ax кіші немесе тең b түріндегі теңсіздіктер бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер деп аталады. Мұндағы a және b сандар x айнымалы. Мысалы, 2x үлкен 5-тен, минус 3x үлкен немесе тең 6,4-тен, минус x кіші минус 9-дан, 0,2x кіші немесе тең минус 7-ден 3-тен. Теңсіздікті шешу дегеніміз оның барлық шешімдер жиынын табу, немесе шешімдерінің болмайтындығын дәлелдеу. Мысалы, 0 көбейтілген x үлкен 5-тен теңсіздігінің шешімі болмайды. Сондықтан бұл жердегі x бос жиын. Егер теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей оң санға көбейтілсе немесе бөлінсе, онда теңсіздік белгісі өзгермейді. Мысалы, 2x үлкен 5-тен, екі жағын 2-ге бөлеміз. Онда x үлкен 2,5-тен, яғни теңсіздік белгісі өзгермеді. Егер теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей теріс санға көбейтілсе немесе бөлінсе, онда теңсіздік белгісі қарама-қарсы теңсіздік белгісіне өзгереді. Мысалы, минус x кіші минус 9-дан. Минус 1-ге бөлеміз теңсіздіктің екі жақ бөлігін x үлкен 9-дан, яғни теңсіздік белгісі өзгерді. Егер теңсіздік белгісі қатаң болса, онда теңсіздіктің шешімдерінің жиынына шеткі нүкте кірмейді. Мысалы, 3x үлкен 15-тен теңсіздіктің екі жақ бөлігін 3-ге бөлейік. x үлкен 5-тен. Мұндағы x тиісті 5-тен плюс x-ке дейін. Жауабына 5 нүктесі кірмейді. Егер теңсіздік белгісі қатаң емес болса, онда теңсіздіктің шешімдерінің жиынына шеткі нүкте кіреді. Мысалы, 3x үлкен немесе тең 15-тен. Теңсіздіктің екі жақ бөлігін 3-ге бөлейік. x үлкен немесе тең 5-тен. Мұндағы x тиісті 5-тен плюс x-ке дейін. Жауабына 5 нүктесі кіреді. Бірінші есеп. Теңсіздікті шешіңіз. 7y қосылған 9 кіші болады 12 қосылған 6y-тан. Алдымен теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жинаймыз. Яғни 7y азайтылған 6y кіші болады 12 азайтылған 9-ға. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. y кіші 3-тен. Теңсіздіктердің шешімін координаталық түзуде бейнелейік. Жауабын жазыңыз. Екінші есеп. Теңсіздікті шешіңіз. x қосылған 2 кіші немесе тең 3 көбейтілген x қосылған 2 азайтылған 4. Теңсіздікті шығару үшін алдымен жақшаны ашамыз. x қосылған 2 кіші немесе тең 3x қосылған 6 азайтылған 4-ке. 6-дан 4-ті азайтып, x қосылған 2 кіші немесе тең 3x қосылған 2 теңсіздігін аламыз. Теңсіздіктің сол жағына айнымалысы бар мүшелерді, ал оң жағына бос мүшелерді жазамыз. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Теңсіздікті шешіп, теңсіздіктің шешімін координаталық түзуде бейнелейміз. Жауабын жазыңыз. Үшінші есеп. Теңсіздікті шешіңіз. Алдымен теңсіздіктің әр қосылғышын бөлшектердің бөлімдерінің ең кіші ортақ еселігі 12-ге көбейтейік. Жақшаларды ашыңыз. Ұқсас мүшелерді ықшамдаңыз. Теңсіздіктің әр бөлігін 39-ға бөліңіз. Координаталық түзуде теңсіздіктің шешімдер жиынын бейнелеңіз. Есептің жауабын жазыңыз. Төртінші есеп. X-тің қандай мәндерінде берілген бөлшек дұрыс бөлшек болады? Алымы бөлімінен кіші бөлшекті дұрыс бөлшек деп атайды. Онда теңсіздік құрайық. 30/8 кіші болады. Минус 9-дан 8x азайтылған 1/192. Қосылғыштарды көшіріп, ықшамдайық. Теңсіздіктің әр жағын x-тің коэффициентіне бөлейік. x кіші минус 36-тан. Координаталық түзуде теңсіздіктің шешімдер жиынын бейнелейік. Жауабын жазыңыз.
Бесінші есеп. X-тің қандай мәндерінде берілген бөлшек бұрыс бөлшек болады. Алымы бөлімінен үлкен немесе тең бөлшекті бұрыс бөлшек деп атайды. Теңсіздік құрастырайық. 18,9-дан 1 үлкен немесе тең 0,2 x қосылған 18. Қосылғыштарды көшіріп, ықшамдайық. Теңсіздіктің әр жағын x-тің коэффициентіне бөлейік. X кіші немесе тең 9-дан 5-тен. Координаталық түсуде теңсіздіктің шешімдер жиынын бейнелейік. Жауабын жазыңыз. 6-шы есептің берілгенін мұқият оқып шығыңыз. Ізделінді платформаның саны X болсын. Онда ең көп контейнерлер саны 4X болады. Есеп шарты бойынша теңсіздік құрып, оны шығарыңыз. Дұрыс, 4X үлкен немесе тең 182-ден, X үлкен немесе тең 182 бөлінген 4-ке. X үлкен немесе тең 45,5. Шыққан теңсіздіктер шешімін координаталық түсуде бейнелеңіз. Берілген аралықтыққа тиісті болатын X-тің ең кіші бүтін мәні 46-ға тең. Есептің жауабы кәсіпкерлерге 46 темір жол платформасы керек. 7-ші есеп. Арланның айтуы бойынша берілген теңсіздік X айнымалысының кез келген мәнінде дұрыс болады. Арланның тұжырымы дұрыс па? Арланның тұжырымын тексеру үшін берілген теңсіздікті шығарайық. Жақшаларды ашып, ұқсас мүшелерді ықшамдайық. Қосылғыштарды көшірейік. Ұқсас қосылғыштарды ықшамдайық. X айнымалысының кез келген мәнінде берілген теңсіздік дұрыс болады. Теңсіздіктің шешімін координаталық түсуде бейнелейік. Жауабы: арланның X айнымалысының кез келген мәнінде берілген теңсіздік дұрыс болады деген тұжырымы дұрыс. 8-ші есеп. Әлияның айтуы бойынша берілген теңсіздіктің шешімі сан аралығы болады. Әлияның тұжырымы дұрыс па? Теңсіздікті шығару үшін жақшаларды ашыңыз. Ұқсас мүшелерді біріктіріңіз. Қосылғыштарды көшіріңіз. Ұқсас қосылғыштарды ықшамдаңыз. Берілген теңсіздік X-тің кез келген мәнінде тура емес. Жауабын жазыңыз. Әлияның тұжырымы дұрыс емес. Есте сақтаңыз. Теңсіздікті шешу дегеніміз оның барлық шешімдер жиынын табу, немесе шешімдерінің болмайтындығын дәлелдеу. Егер теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей оң санға көбейтілсе, немесе бөлінсе, онда теңсіздік белгісі өзгермейді. Егер теңсіздіктің екі жақ бөлігі де бірдей теріс санға көбейтілсе, немесе бөлінсе, онда теңсіздік белгісі қарама-қарсы теңсіздік белгісіне өзгереді.